Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге 4 айлық баланың даму ерекшеліктері туралы айтатын боламыз. Бала дамуының 4 айында сәби физиологиялық және психологиялық тұрғыда тез өзгереді. 4 айлығында бала басын нық ұстайды. Баланы қолға ұстағанда да, ішімен жатқызғанда да ол басын бұрып заттарға қарай алады. Бала ішімен жатып шынтағын тіреп көтеріле алады, ал кейбір балалар қолын тірейді. 3 айдан 4 айға дейін бала өз бетімен аунайды. Белсенді балалар 4 айлығында бөлмеден бөлмеге домалап барады, немесе тіпті жер бауырлап қозғалады. Бала осы сәттерден бастап заттарды саналы түрде тани бастайды. Бала сылдырмақты өзі алып, онымен ойнай алады. Дәл осы уақытта бала жақындарын жақсы ажырата алады. Бұл кезеңде анасынан бөлек қалу қорқынышы басым болады. Сондықтан бала оны 1 секундқа да жібергісі келмей бірден жылай бастайды. Сол себепті көбірек көңіл бөлу керек, және бұл кезеңнен де тез арада өтіп кете аласыздар. 4 айында баланың сүйікті ойыншықтары пайда болады, және ол айналадағы көрініске қызығушылық танытып, әртүрлі дыбыстарды мұқият тыңдайды. Дәл осы уақытта бала алғашқы буындарды айта бастайды. Қатты күледі, қыдығы келгенде де күледі. Сіздің күлімсірегеніңізге жымиып жауап береді. Өзіне таныс музыка дыбысын естісе, тыныштала қалады. Бала дамуының 4 айында қандай өзгерістер болатынын енді сіздер де білесіздер. Егер де сіздерге мен берген ақпараттар көмегін тигізсе, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк қойып, пікір қалдырыңыздар.